4 маусым Қазақстанда мемлекеттік рәміздер күні. Бұл күн елдің басты нышандарының маңыздылығын еске түсіретін дата. Петропавл қаласының орталық алаңында мемлекеттік ту салтанатты түрде әнұранның әуенімен көтерілді. Іс-шараға көптеген қала тұрғындары жиналды. Солтүстік қазақстандықтарды алғашқылардың бірі болып, облыс әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов құттықтап, рәміздердің ұлттық бірлік пен патриоттық рухты нығайтудағы рөлін атап өтті. Баршаңызды ел тарихындағы айтулы мерекенің бірі мемлекеттік рәміздер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Мемлекеттік рәміздер әр мемлекеттің тәуелсіздігін білдіреді. Бірлікке үндейтін айшықты белгілер. Ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ту, елтаңба, әнұран тәуелсіздігіміздің басты құндылықтарының көрінісі, бейбітшіліктің, бірлік пен келісімнің өсіп өркендеудің белгісі деп аттап айтты. Осы күні қоғамның дамуына және жас ұрпақты тәрбиелеуге үлес қосып жүрген азаматтар марапатталды. Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің алғыс хатымен Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің оқытушысы, қалалық мәслихат депутаты Павел Афанасьев марапатталды. Ол елдің құқықтық негізін қалыптастыратын болашақ заңгерлерді дайындап жүрген ұстаз. Құттықтау сөзінде ол мемлекеттік рәміздердің терең мағынасын атап өтті. Я хочу всех казахстанцев поздравить с государственным праздником. Барша қазақстандықтарды мемлекеттік мерекемен Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күнімен құттықтаймын. Мемлекеттік рәміздер бұл мемлекеттің өзіндік визит карточкасы. Оларда халқымыздың дәстүрі, мәдениеті мен тарихы жинақталған. Бұл рәміздер бізге тек құрмет қана тудырмайды, сонымен қатар бізді ата-бабаларымыздың сан ұрпағымен байланыстырып, олар армандаған тәуелсіздік үшін күрестің жалғастығы екенімізді еске салады. Салтанатты шара барысында белсенді жастарда назардан тыс қалмады. Облыс әкімінің алғыс хатымен Вайнақ Шешен Ингуш этномәдени орталығы жастар қанатының жетекшісі Даниэль Идилев марапатталды. Меня сегодня наградил аким области. Бүгін мен облыс әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов марапаттады. Бұл мен үшін үлкен қуаныш. Баршаңызды мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Жүрегімде үлкен патриоттық сезім бар. Осындай жоғары бағамен сенім үшін алғыс айтамын. Облыс әкімінің құрмет грамотасы мен қоғам қайраткері Болат Қожахметов те марапатталды. Ол мемлекеттік рәміздердің ел егемендігінің негізі, әрбір азаматты мақтаныш екенін атап өтті. Қазақстан халқына арналған құттықтауында елге тұрақтылық пен өркендеу тіледі. Сегодня казахстанцы отмечают День государственных символов. Бүгін қазақстандықтар мемлекеттік рәміздер күнін атап өтуде. Мемлекеттік рәміздер ту, әнұран, елтаңба, елдің егемендігі мен мемлекеттілігін айқындайтын басты нышандар. Өзім запастағы полковникпін. Әскери адам ретінде әрқашан туымыз бен елтаңбамызды мақтанышпен алып жүрдім. Барша қазақстандықтарды құттықтаймын. Елімізге гүлдену, халқымызға амандық тілеймін. Петропавлда өткен мемлекеттік рәміздер күніне арналған салтанатты шара шын мәнінде жүрекке жылу ұялатқан әсерлі әрі рухты мерекеге айналды. Бұл күн тағы да дәлелдеді. Ту, елтаңба, әнұран бізді біртұтас халық ететін бірлік пен мақтаныштың айқын белгілері. Жангелді Жамалиев, Диана Даулетова, Қазбек Арықбаев, Первый Северный телеарнасы.